Біреу-міреулермен алдын ала ақылдаса да алмадың-ау, жолың болғайдағы. Пенде біткеннің ойға алғаны орындала беретін болса, онда мынау өмірде алдын ала бірдеңеге қам-қарекет қылу дегенің қажетсіз нәрсе болып қалмас па еді. Амал жоқ, графқа осылайық еш дайындықсыз бара беремін дағы енді. Аннушка. Құдай жар болсын, Отто, деді қарындасы, бүрістіріп алған үш саусағын Осип Андреевичтің маңдайына, кеудесіне, сонан соң екі иығына кезек-кезек тигізіп шоқындырғанның ишарасын жасап. Сен қайтып келгенше, жаным иненің ұшына ілініп тұратынын ұмытпағайсың тек. Тезірек орал. Қапа болма, көгершінім. Тек сен қапа болма. Көптен сырқат жалғызбасты қарындасының қасіретті жүдеу жүзіне жас үйіріліп жаутаңдай қалған жасыңқы жанарына көзі түсіп, Осип Андреевичтің жүрегі шымырлап кетті де, шыдай алмай сыртқа атып шықты. «Я, тек Құдай жар болсыншы», деді. Қарындасының әлгіндегі тілегін іштей қайталағаны ма, әлде мынау сапар алдында өзінің шын ниетпен мінәжат еткені ме белгісіз. Бір Құдай жар болсын. Күймесіне кеп жайғасқан соң да көңіл толқынын тежей алмай, екі қатарлы сарғыш үйдің терезелерін көзімен тінткілеген. Екінші қабаттағы залдың әйнегінен өзіне жәутеңдей қарап, қайта-қайта қол орамалын болғалап тұрған қарындасының сұлбасын көрді. «Қысқы сарайға», деді атшысына, «тарт». 4 ат жеккен жеңіл күйме зыр қаға жөнелген. Тұйық көшелердің бірінен соң бірін артқа тастап, Нева жағалауына шыққан соң ғана Осип Андреевич кең тыныс алды. Таң қараңғысынан тіршілік қамына кіріскен Астана бұл кезде араның ұясындай гуілдеп кеткен екен. Қай жағыңа қарасаң да қыбыр-қыбыр қозғалыс, ерсілі-қарсылы ағылған адамдар. Қай жаққа құлақ түрсең де зың-зың ағаш кескен ара дыбысы, тарс-тұрс соғылған балға үні, балта шыңылы. Жан-жағың жаңадан бой көтеріп келе жатқан ылғи бір ғажайып ғимараттар, сәнді сарайлар. Күн көзін бұлт тасалап тұрғанымен, ауа тымық, ара-тұра Нева беттен судың салқын лебі сезіліп қалғаны болмаса, көз түсіп қалдау деген қаперіңе де кірместей. Жұмыр тас төселген теп-тегіс көшелер әлі таза. Жол жиегінде мүлгіп тұрған қадау-қадау ағаштардың бірен-саран сарғайған жапырағы ғана әне-міне ұшуға дайындалып дір-дір етеді. Бұл көрмеген бірер жылдың ішінде-ақ Петербург едәуір өзгеріске ұшырапты. Басқасы басқа, кеше өзінің досы Денис Иванович Фанвизиннің Галерная дейтін көшедегі тыныштау бір түкпірге орналасқан үйіне барғанында талай келіп жүрген жерін танымай қала жаздады. Төңірекке тегіс тас төселіп, айналасының бәрін айнадай жалтыратып қойыпты. Қай жағыңа қарасаң да бір ұсынақты қолдың ұқыпты табы сезіледі. Төңіректегі аяқ басар жердің бәріне тақылдатып тас төсеп тастаған соң, әншейінде биік үйлердің еңсесі көтеріліп кеткені өз алдында, көшеге көлденең салынған ағылшын елшілігінің үйі тіпті аспандап, Галернаяны тұйықтап тұрғаннан гөрі, осы көшенің абыройын асырып тұрғандай-ақ кеудесін көтеріп кекірейе қалыпты. Игельстром досының үйінің қақпасын қилы-қилы сезіммен қаққан. Негізгі шаруасы тұңғыш рет өзі табалдырығынан аттағалы тұрған мынау сыртқы істер коллегиясы дейтін мекеменің жай жапсарын, оның басшылары мен бағынышыларының не істеп не қоятынын асықпай отырып, Денис Ивановичтен егжей-тегжейлі сұрап, ертең граф Безбородкаға барғанда, болашақ бастығының алдында балаша міңгірлеп тұрмас үшін алдын ала іштей дайындалып алу болғанымен, ойында елдің ішкі сыртқы жағдайын да, сол туралы үлкен тұтқаны ұстап отырған ұлықтар не деп жүргенінде, жалпы Петербургтағы зиялы қауым қандай көзқараста екенін біле кету ниеті де бар еді. Оған қоса, осыдан 2 жылдай бұрын көзі ашық деген күллі орыс қауымын дүр сілкінткен досының «Недоросль» атты пьесасының қойылымын көріп, Денис Ивановичті танымайтын білмейтін жұрттың өзі Царицын луктағы ағаштан салынған жаздық театрдың сахнасына
алтын күміс толы әмияндарын лақтырып, ысқырып қышқырып жатқанда, бұл да ақша шашқанмен дұрыстап қолын қысып тұрып құттықтай алмай кеткеніне қапа болып жүргенді. Соның бәрінің сәті енді түсетіндей көрінген. Көңіліндегі ойын ешқашан ірікпей, кім-кімнің де бетіне тура айтатын Денис Иванович отставкаға шыққан соң тіпті ашық сөйлесер, өзінің қашанғы дағдысымен жарқ-жұрқ ойларын жарқыратып жайып салар деп үміттенген. Солай ететіне еш күмәні да жоқ еді. Өйткені не дұрысыл қойылғаннан кейін өмір сүруімнің өзі қиындап кетті-ау. Фанвизин мырзаға шейін қалай патшалық құруыма кеңес бергісі келген соң, енді не жорық деп Екатерина патшайымның күңкілдегеніне қарамастан, өткен 1783 жылы «Собеседник любителей российского слова» журналында біресе опыт российского соловникасын, біресе несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особливое внимание дейтін астарлы шығармаларын жариялатып, императрицаның өзіне тиісіп жүрген Денис Ивановичтің ешкімнен айылын жимайтын ер мінезін бұрыннан білетін. Сөйткен досы үйде болмай шықты. Әйелі Роговикова ханым көптен сырқаттанып жүргенін, сол кісіні бір жаққа апарып емдету керектігін Денис Иванович талай айтып жүретін. Биылғы жазда Италияға аттанып кетіпті. Үй қызметшісі әйелі сәті түссе келер жазда оралатын шығар дегенді айтты. Енді міне, сыртқы істер коллегиясының екінші басшысы граф Безбородкаға еш дайындықсыз 2-3 күн турасында князь Потемкин айтқан бір ауыз сәлеммен ғана келе жатыр. Жеңіл күйме зыр қағып, Нева проспектісімен Мойканың қиылысындағы Строгановтың зәулім мекенжайынан өте бергенде, қысқы сарайда жарқ етіп көзге шалынды. Сол-ақ екен, Игельстром басқа ойдың бәрін ысырып тастап, тас түйін жинақыланып алды да, қазір граф Безбородканың қабылдауына кіргенде өзін қалай ұстау керектігін, не айтып не қоятынын көңілінде жұптай бастады. Бүкіл сарайда бас көтерместен жұмыс істейтін бірақ адам бар, ол Безбородка, деп біреулер әзіл үшін, біреулер кекетіп айтқанмен, жұрт бекерден бекер лақап таратпаса керек. Ваше превосходительство, егер мен қателеспесем, сіз мынау бұратана жұрттардың жерінде бұрын болдыңыз ғой дейін. Солай ма? Деді граф, қысқа қайырым амандықтан соң әңгіменің төтесіне көшіп. Игельстромның екі көзі тас төбесіне шыға жаздағанмен, жағдай оның жеке басының қазіргі күйінен гөрі күрделірек еді. Қамыс арасынан қапыда кездескен қабағын көзденіп, қарсы алдында көзі шүңірейген граф Безбородка жауап тосып отырған тұғын. Я, деп қалды сасқалақтап. Сіз мынау башқұрт, мешер, шеремистердің жерін айтып отырсыз ғой. Алдында жайылы жатқан карта бетіндегі әлгінде ғана Безбородка көрсеткен ізбен жорғалай жөнелген баронның быртық саусағы Орал тауының оңтүстік бетінен солдаттың тізесіне салатын жамаудай жерді дөңгелетіп қоршап шықты. Сон ғана сабасына түскен ол сөзін енді сабырымен жалғағандай болды. Әрине, жақсы білем дей алман, бірақ болғаным рас. Баяғы жалғаншы Емелканың бүліншілігі кезінде Иван Иванович Михельсонның қарамағында атты әскер эскадронын басқарғанмын. Демек, бұл жұрттардың жай жағдайынан мүлде хабарсыз емессіз ғой. Жақсы. Несі жақсы екеніне түсіне алмай қалған барон Игельстром қарсы алдында отырған Безбородканың сәл сәтке әлденеге ойы бөлініп кеткенін пайдаланып, байқатпай ғана бетіне көз қиығын салған. Екі елі ғана тар маңдайдың жарлауыттана біткен қалың түкті қабағының әр қылшығы әр жаққа шашырап, ту тереңдегі түймедей ғана шүңірек көзі жансызданып, кірпік қақпастан әлдеқандай бір ой жетегіне беріліп кеткен екен. Әншейінде де қалың етті салпиырын ерні ол ойланып қалған кезінде онан сайын салпайып, жайын аузын жайылықтай жайылдырып жіберіпті. Дәл осы арада атақты фельдмаршал Румянцев-Задунайский айтыпты деген бір сөз баронның ойына сап ете қалды. Жоғарыдан
Тексеріске келген үлкен ұлықтардың бірі сөз орайында граф Задунайскийден қарамағындағы хатшылары туралы да сұраса керек. Әскерде аса қатал көрінгенмен, қарапайым тірлікте тым аңқылдақ та кең қолтық қолбасшы, сонда қарқылдап күліп, секретарлары Петр Заводовский мен осы Александр Андреевич Безбородко туралы. Один прямо как Адонис, но с придурью, а второй зело умен, но любая жаба его краше дептіміз. Сонда кез келген көлбақаның өзі одан көрікті шығар дейтіні осы Безбородко. Жас шамасы 30-дің ортасынан енді асқанымен, өңі тозыңқы, өзі кеспірсіздеу, кеспелтек келген тығыншықтай адам. Сөйлеген сөзінен де қимыл қозғалысынан да ерте бастан қызмет істеп ысылып қалғандықтың табы айқын сезіліп тұр. Бірақ бой басына онша көңіл аудармайтын кісінің пошымы байқалады. Барон мырза, деді кенет граф, тесірейген шүңірек көзін мұның көзіне тура қадап. Шынымды айтсам, шапағатты князь бұл орынға сізді ұсынғанда Григорий Андреевичтің кісі танитындығына күмәнім болмаса да, іштей апырай қалай болар екен, ең құрса бұрын соңды ол өлкеде қызмет істеген адам да емес, деп қиналғаным расты. Документтермен таныса келе, баяғы Орынбор өлкесінен шыққан бүліншілікті басуға араласқаныңызды көріп, қатты қуанғанымды өзіңізден жасырмай қояйын. Неге дейсіз ғой? Ертең күн сәулетті нұр сипатты патшайымымыздың алдына сіздің документтеріңізді апарғанда, шапағатты князь осылай еттебеді дегеннен гөрі, маған да тілге тиек етерлік бір дәлелдер керек емес пе? Сол табылғандай көрінді. Орынбор өлкесінің өзінде болмасаңыз да, оған шектес жатқан жерлерде болдыңыз ғой. Солай емес пе? Әңгіме арнасы қалай құйқылжып барады өзі. Болдыңыз. Бұратана жұрттардың жай жағдайын көрдіңіз ғой. Көрдіңіз. Одан берде Орынбор өлкесінде пәленде өзгеріс болып, жарытқан жоқ десем, артық айтқандық емес шығар деймін. Өйткені әлі күнге жайықтан кешірерсіз. Уралдан әрі бір қадам аттап баса алмай отырмыз. Оны былай қойғанда қолымыз жеткен шекара шептерінің ішінде бір күн тыныштық жоқ. Мұнда келіп түсіп жатқан хат хабарларды қарап отырсаңыз, бірдеңе оғу деген мүлде мүмкін емес. Ылғи бір шым шытырық, қарама қайшы пікірлер, дау-дамай, бірінің үстінен бірі жазған арыздар, шағымдар. Бірақ іс жоқ. Түсінесіз бе? Іс жоқ. Сонда маған не демек? Әлде Орынбор аттандырғалы отырма? Бірақ ертеректе құрылған Орынбор губерниясы таяу жылдарда таратылып жіберілген сияқты еді ғой. Берідегі бодан жұрттардың бас асаулығы біраз бастыққандай болған соң, осыдан 2 жылдай бұрын орталығын Орынбор етіп, Уфа және Симбирск әкімшілік аймағын қайта құрғанбыз. Ондағы ойымыз бодан болғанына жарты ғасырдан астам уақыт өтсе де, жартымды пайдасын көре алмай келе жатқан әрідегі қырғыз қайсақ жұртымен жағдайды жақсарту тұғын. Бірақ аймақтың әкімі генерал-поручик Аким Иванович Апухтин бұл істі ретте алмай қойды мүлде. Бұрын жасының ұлғайып қалғанын, денсаулығының нашарлығы деген секілді әртүрлі сылтауды тілге тиек етіп жүруші еді. Бұдан әрі сөз бұйдаға салуға ары бармады ма, таяуда қызметтен босату туралы өтінішін өз қолымен әкеп осында тапсырып кетті. Әлгі айтқан қырғыз қайсақ жұртымен жай жағдайды бір шама реттеу үшін енді сол әкімшілік аймаққа генерал-губернатор етіп сізді, я, ваше превосходительство, мына сізді тағайындасақ деген ойымыз бар. Честь имею, ваше сиятельство. Сіздің мұндай әкелік қамқорлығыңызға әрқашан қарыздармын деп білемін. Мархабат, барон мырза, мархабат. Алғысыңызды алдымен его светлость Григорий Александрович Потемкинге айтқаныңыз дұрыс болатын шығар. Сізді бұл орынға ұсынған әуелі сол кісі екенін ашып айтуды өзіме парыз санаймын. Мені сізге жіберген шапағатты князь Григорий Александрович Потемкиннің өзі екен ешқашан есімнен шығармақ емеспін, ваше сиятельство. Жақсы, барон.
мұныңыздың құптарлық қасиет деп қабылдады дей беріңіз. Ал онда біздің коллегиядағы Уфа және Симбирск әкімшілік аймағына, оның ішінде әсіресе Орынбор өлкесіне, қайталап айтайын, әсіресе Орынбор өлкесіне қатысты материалдармен ертеңнен бастап таныса беруге қалайсыз? Бұл өлке дау-дамайының өзі шет-шегіне шығартпайтын ұлан-ғайыр шекаралық аймақ. Әйтсе де ол жұмысқа мен бәрібір 3 айдан артық ешкімге де мәулет бере алмаймын. Иә, уақыт тығыз. Сол 3 айдың ішінде коллегиядағы күллі іспен танысып, соған байланысты өзіңіздің ой-пікірлеріңізді хатқа түсіріп, менің қолыма табыс етуіңіз керек. Алғашқы аяқ алысыңызды байқап көруге соның өзі аздық етпес деймін. Честь имею, ваше сиятельство. Ертеңнен бастап іспен таныса беруім үшін тиісті адамдарға тапсырма беруіңізді ғана өтінер едім. Ол жағына қам жемеңіз. Ал әзірге қадамыңыздың сәтті болуына тілектеспін, барон. Сау болыңыз, ваше сиятельство.